Джон Кихо жеке тұлғаның ішкі мүмкіндіктерін ашуға және сананы басқару арқылы өмірді жақсартуға бағытталған оқыту саласының негізін қалаушылардың бірі. Ол сананың күші туралы ілімді дамытуға 40 жылдан астам уақытын арнаған. Джон Кихоның идеялары бақытты және табысты өмір сүру үшін ақыл-ойды қалай пайдалану керектігіне негізделген. Оның еңбектерінде келтірілген негізгі қағидаларына назар аударыңыз. Ойдың күші сіздің ойларыңыз шындықты қалыптастырады. Позитивті ойлар мен көзқарастарды тұрақты түрде ұстану өмірдегі табысты жақындатады. Не ойласаңыз, сол сіздің шынайылығыңызға айналады. Визуализация өз мақсаттарыңызды көз алдыңызға елестетіп, олардың орындалғанын сезіну маңызды. Оны күнделікті әдетке айналдыру арқылы сіз подсознанияңызға табысты бағдарламалай аласыз. Жетістікке сену, армандарыңыз бен мақсаттарыңызға күмәнданбай сену қажет. Егер сіз өзіңізге сенімді болсаңыз, әлем сіздің мақсаттарыңызға жету үшін қажетті мүмкіндіктерді ашады. Іс-әрекет, армандау және визуализация маңызды, бірақ іс-әрекетсіз еш нәрсе болмайды. Мақсатыңызға жету үшін кішкентай, бірақ тұрақты қадамдар жасаңыз. Оң энергия. Айналаңызға тек оң энергия таратырсыңыз. Басқа адамдарға көмектесу, жақсы ойлар тарату өз өміріңізге бақыт пен табыс әкеледі. Бейсаналықты қайта бағдарламалау, теріс ойлар мен ескі сенімдерден арылыңыз. Бейсаналыққа тек қалағаныңызға сай жаңа ойлар мен сезімдерді енгізу керек. Джон Кихоның көзқарасына сай, табысты және бақытты өмірге қол жеткізу үшін өзіңіздің ішкі әлеміңізді өзгерту маңызды. Бұл ұзақ, бірақ нәтижелі процесс. Сізге қай кеңесі ең қызықты көрінеді? Оларды күнделікті өмірде қолданасыз ба? Назарларыңызға көп рахмет. Көркем мінез каналыма жазылуды ұмытпаңыз.